Құрметті достар, біз бүкіл қазақ елінің қуанышына айналған, күллі мұсылман қауымын қуантқан Хазірет Сұлтан мешітіне келіп жеттік. 14 000 халықты бір мезетте құшағына сыйдыра алатын Орта Азиядағы ең үлкен мешіттеміз. Хазірет Сұлтан мешітінде барлық жағдайлар жасалған. Мысалға, сіздер кіріп келген кезде аяқ киімдеріңізді шешіп, арнайы осындай жәшіктерге салып қоясыздар. Және де, егер де сіздер мешітке келген кезде арнайы киіміңіз болмаса, әйел азаматтарға арналған осындай жабындылар үстіңізге киіп алсаңыз болады. Дәстүрлі ислам стилінде салынған Хазірет Сұлтан мешіті Астана қаласының сол жағалауында бой көтерген. Орта Азиядағы ең үлкен Хазірет Сұлтан мешітінің құрылысы 2009 жылдың маусым айында бастау алып, 2012 жылдың 6 шілдесінде елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қатысуымен салтанатты түрде ашылған болатын. Мешіт 3 қабаттан тұрады. Әр қабатта ғибадатхана залдары, неке қиюға және дәрет алуға арналған бөлмелер бар. Құран оқу залы және де оқу ағартушылық оқуға арналған бөлмелері мен арнайы асханасы бар. Әлемнің ең көрікті 10 мешітінің қатарына кіретін Астанадағы Хазірет Сұлтан мешіті Орта Азиядағы әсем де зәулім ғибадат орындарының бірі болып саналады. 2012 жылдың 6 шілдесінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен салтанатты жағдайда ашылған бұл мешіттің жалпы сыйымдылығы 12 000 адам. Жоба авторлары Қазақстанның құрметті сәулетшісі, мемлекеттік сыйлық лауреаты Сағындық Жанболатов, Қазақстан Республикасының Суретшілер одағы мен Еуразиялық дизайнерлер одағының мүшесі Есенғали Ахметов. Мешіт атауын елбасының өзі ұсынды. 4 мұнаралы сәнді және сәулетті мешіттің Хазірет Сұлтан деп аталуы да бекер емес. Бұл кезінде күллі қазаққа рухани орталық болған Түркістанның рухы енді елордамызда да жаңғырады деген сөз. Ғұлама бабамыз Қожа Ахмет Яссауидің Түркістандағы кесенесі осылай аталатынын баршаңыз білесіздер. Енді Астананың да өз Хазірет Сұлтаны бар деген еді мемлекет басшысы мешіттің ашылу салтанатында. Мешіт 3 қабаттан тұрады. Бірінші қабатында дәрет алатын орын, 2 неке қию залы және 500 адамға арналған аузашар, Құдай ас беретін асхана орналасқан. Екінші қабатта ерлерге арналған намаз оқу залы, ал 3-ші қабатында имамдар бөлмесі мен сыныптар, діни бағдарлама түсіретін студия, діни рухани ағарту сайт әкімшілігі мен қатар әйелдер намаз оқитын залы бар. Кіші залдан үлкен залға өтер жердегі қабырғаға елбасы мешітке сыйға тартқан күміс құран ілінген. Ол Ресейдің ақша зауытында осы мешіт үшін арнайы тапсырыспен жасалды. Күміс құранның түпнұсқасы Хазірет Осман бин Аффанның әмірімен 7 ғасырда жазылған. Күміс құран 162 беттен тұрады. Мемлекет басшысының мешітке тағы бір сыйлығы көне Құран кәрімнің салмағы 40 келі. Көне Құран оңтүстік Қазақстан облысынан табылған. Бұдан бұрын Қазақстанда мешіттер 2 үлгімен салынатын. Мәселен, еліміздің оңтүстік өңірлерінде аталмыш құрылыстарда Өзбекстан мен Иранның әсері байқалады. Яғни күмбездер көк түсте боялып, порталдары мен ою өрнектері де Азияның классикалық үрдісінде жасалады. Солтүстіктегі мешіттер болса, татар үлгісіне жақын. Біз осы 2 үлгіден тыс таза қазақы нұсқада таңдадық. Оның алдында қазақтың көне қалаларының құрылысына кездесетін сәулет өнерінің үлгілерін зерттедік. Хазірет Сұлтанның порталдарын киіз үйге ұқсатып жасадық. Күмбездерін де қазақы нақышта жобаладық. Мешіт түсіне ерекше мән бердік. Дәстүрлі ислам дінінің де қазақтың ежелгі сәулет өнерінде кездесетін түстерін де есепке алдық. Қазір алыстан қарағанда мешіт көзге ақ түсті болып көрінеді. Бірақ жақындап барып қарасаңыз, оның түрлі түсті екенін көресіз. Күмбездері де солай. Мұны сарыарқаның гүлдеріне ұқсатып жасаған. Біздің асыл ислам дініміз әрбір адамды мейірімділікке, әдемілікке, тазалыққа үйретеді. Байқасаңыздар, кез келген мешітте әрқашанда тазалық, мейірімділік ішінде ұялап тұрады.
адамның жүрегі тыныштық табу үшін ол ислам дінімізге келуі керек, намаз оқып, маңдайы сәждеге тию керек. Бұл жерде әрбір 5 уақыт намаздың арнайы уақыттары көрсетілген, осындай тақташа орнатылған екен. Хазірет Сұлтан мешітінің қабырғасында осындай Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың осы мешітке сыйлаған тартуы күміс Құран орнатылған. Және де мешіттің ішінде намазы оқуды әлі білмейтін жандарға арналған осындай Ханафи мазхабы бойынша намаз оқу тәртібі көрсетілген. Келіп осы жерден таныс болып жаттап алсаңыздар болады. Мешіттің 4 мұнарасының әрқайсысының биіктігі 77 метр, күмбездің саны 10. Олардың диаметрі 10-45 метр. Үлкен намаз залындағы күмбез орталық Азиядағы ең үлкен күмбез болып есептеледі. Оның биіктігі 51 метр, ені 28 метр. Мешіт аумағында 800-ге тарта көлікке арналған автотұрақ бар. Ал мешіттің ішкі дизайнын жасаған Есенғали Ахметовтың сөзінше, Әзірет Сұлтан ұлтымыздың өнер үлгісін шетелдіктерге танытатын жобаға айналды. Әлемдегі жалғыз жылына 365 күн, айына 30 күн, аптасына 7 күн, ал күніне 24 сағат, яғни тоқтаусыз жұмыс жасайтын орын ол әрине мешіттері болып табылады. Хазірет Сұлтан мешітінің жалпы сыйымдылығы 14 000 адамды құрайды. Бірінші қабатта ер адамдарға арналған намаз оқу залы болса, ал әйел адамдарға екінші қабатта арнайы зал қарастырылған. Мешіттің ішіндегі температураны бір қалыпта сақтап тұру үшін осындай тіректердің астында мына жерлерде арнайы кондиционер орнатылған. Байқасаңыздар, міне кондиционер жұмыс істеп тұр, зат қоюға болмайды делінген. Бұл жерде өйткені жаздың күні кондиционер жұмыс жасап тұрса, қыстың күні арнайы печкасы істеп тұрады. Мешіттің басты кіреберісінің алдында ішінде дәл осындай үлкен садақа жәшіктері орнатылған. Біздің асыл ислам дінімізде садақа тіл көзден, бәле жаладан және апаттардан сақтайды дейді. Сондықтан да егерде садақа жәшігін көрсеңіздер, садақа қалдыруды ұмытпаңыздар. Хазірет Сұлтан мешітінің бірінші қабатына келіп жеттік. Бұл жерде мешіттің тынысы, фотогалерея орнатылған, имамдардың суреттері орнатылған. Келіп жақынырақ таныс болуға болады. Мешіттің бірінші қабатында осындай әдемі керемет Ақниет атты дүкен орналасқан. Бұл дүкенде ұлттық киімдер, намазға қатысты орамалдар, тақиялар, жайнамаз, тәспі, месуақтар, түрлі иіс сулар, Құран кітабы, сүрелер және де осындай әдемі сувенирлар, Құран сүрелері жазылған әдемі сыйлықтар бар. Өзіңіздің туыстарыңызға, жақындарыңызға сыйласаңыздар болады. Және де әлемдегі ең таза су болып табылатын Зәмзәм суы да осы жерде сатылады екен. Және де мешіттің бірінші қабатында осындай дәмді барша
мешітте келушілерге және қала тұрғындарына арналған дәмді асханасы бар. Барша Астана қаласында тұратын, ота орып жатқан жас жұбайларды мұсылманша некесін қиятын осындай керемет залда қарастырылған. Бұл жерге келсеңізде, осы Хазірет Сұлтан мешітінің имамдары некелеріңізді қиып. Кез келген адамды таңдай қақтырып, таң қалдырғызатын Хазірет Сұлтан мешіті. Егер де жүрегіңіз тыныштық тапсын десеңіз, осы мешітке келіңіздер. Құрметті қазақстандықтар, бұл Астананы жағалайық жобасы. Сіздермен бірге болған мен, Шыңғыс Қожабеков. Келесі кездескенше аман сау жүріңіз.